стоматологияда ең жиі кездесетін асқыну түрі коллапс жайлы айтады. Коллапс ол бізде ми мен жүрекке қан жетіспегендіктен дамитын асқыну түрі. Оның себептері стресстен, қорқыныштан және көп қан жоғалтқан кезде жүрек ауруы бар адамдарда көп кездеседі. Оның клиникалық белгілері науқастың терісі бозарады, пульсы әлсіз жиі болады және артериялық қан қысымы төмендейді. Тахикардия немесе брадикардия болады. Науқаста суық тер, жабысқақ тер шығады. Бұл кезде науқасты көлденең жатқызып, аяғын көтеріп, оттегімен қамтамасыз етеміз. Келесі әрекетіміз дексаметазон 4-10 мг көктамырға енгіземіз. Одан кейін 9% физиятында көктамырға тапшы түрінде енгіземіз. Егер науқастың жағдайы жақсармаған жағдайда 5% глюкозаны 1% мезотонға араластырып көктамырға енгіземіз тапшы түрінде. Одан кейін госпитализацияға жібереміз науқасты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған стоматология мамандығының